Қабдеш Жұмаділов, Абылайдың ақырғы күндері. 2 бөлім. Сол Абылай бұл күнде науқас. Арыс өзенінің Сырдарияға құяр сағасындағы көк жасанға тігілген жорық шатырында жатыр. Бұлай төсек тартып жатқанына айға жуық уақыт болды. Содан бері осы маңдағы емші, тәуіп, бақсы балгердің түр-түрі келіп, әртүрлі ем-дом жасап көрді. Бірақ әзірше олардан пайда көріп жатқан жоқ. Бақсы балгердің біреуі ұшынған деді. Екіншісі сүйек-сүйекті жел қармап, су ұстаған деп, қара қойдың терісіне салып терлетті. Тағы біреуі шайтанның шалығы бар деп, аса таяғын шылдырлата, аллай хақтап, ауылды айнала ұшықтап шықты. Мұндайлардан ештеңе өнбесін сезген Абылай кейінгі кезде оларды келтіруді қойған. Бұлардың ішінде Бұхара шарифтен келген бір тауыптың ғана айтқандары көңілге қонады. Ол науқасты тырдай шешіндіріп, өне бойын түгел қарап, тамырын ұстап көрді де, «Сіз уланғансыз», деді бірден қорытындыға келіп. «Жауларыңыз қастық жасап, ішкен асыңызға у қосып берген». «Онда бірден өліп кетпей, қалай тірі жүрмін?» Удың бірден сеспей қатыратыны да, айлар бойы денеге жайылып, әбден әлсіретіп барып жығатыны да болады. Сезік тудырмау үшін олар соңғы жолды таңдаған. Иә, сол тәуіптің айтқаны жобаға келеді. Айналасы анталаған жау кімнен, неден келді дерің бар ма? Биыл көктемде қоқандықтардан Ташкентті қайтарып алған соң, Абылай сол қалада билік құрып, 2-3 ай отырмады ма? Жұрттың көңілін жығып, бойын үйрету үшін әдейі аялдаған. Сол 3 айда кімдер келмеді мұның алдына. Тәңір тұтып тай сойып, қымызын артып, кешірім сұрай келген қырғыздар, басы жерге жеткенше иіліп, қол қусырған қоқандықтар, сый-сияпатын көтеріп, әкәләп, тілдерінен бал тамызған өзбектер, Құран тұстап ант берген құрамалар, Бұхарадан, Хиуадан, Ресейден келген саудагерлер. Қазақта дәмнен үлкен емеспіз деген ұғым бар. Талаймен табақтас болып, әкелген астарын ауыз деген кездерде болып еді. Солардың қайсысы тырнағын ішке бүгіп келгенін кім біліпті. Сол имансыз сатқындардың бірі мұның ішкен асына у қосып жіберуі әбден ықтимал. Абылай осы жолғы ұзақ жорыққа еріккеннен шығып па? Көп жылдар батыста орыс қағанатымен, шығыста Қытай қағанатымен алысып жүріп, оңтүстік өңірді назардан тыс қалдырыпты ғой. Оған себеп бұл жақтағы кішігірім елдерден қауіп төнерді ойламаған. Діні бір, тілі бір ағайын қазаққа қастық қыла қоймас деп сенген. Сөйтсе, өйтіп арқаны кеңге салуға болмайды екен ғой. Не бір қаскөйлікпен күндестік, іргеңде отырған көршілерден шығады екен. Осыдан 10 шақты жыл бұрын Абылай қалың қолмен келіп, баяғы жоңғар шапқыншылығы кезінде иеленіп алған қазақ жерлерін қайтарғысы келмеген қырғыздарды бір рет жөнге салып қайтқанда. Шонжыдан, нарын қолмен кигеннен қырғыздарды ыстық көлге қарай ысырып тастап, ұлы жүз руларына өз қоныстарын қайтарып берген. Соған өшіккен қырғыздар Қазақ Қоқан шайқасынан қайтып келе жатқан қазақтың 100 сарбазын шу бойында қоршап алып, бірін қалдырмай қырып, бастарынан кәллә мұнара орнатқаны бар. Қазаққа жасалған бұл қаскөнемдік қарымтасыз қалған жоқ. Қорлыққа шыдамаған қазақ әскері қырғыздарды қайта шауып, оның арты жайыл қырғынына ұласқан. Қырғыз манаптары Абылайға ақ үйлі аманаттар беріп, бейбіт бітімге қолдары зорға жеткенді. Әйткенмен, қырғыз манаптарында иман жоқ. Аманат тапсырып, ант беріп, сағын бағынған болып жүреді де, арада біраз жыл өткенде тағы да бүлік шығарады. Қырғыздарды күш-күштеп құтыртатын қоқандықтар қолдарына от қару ұстатып, қазаққа айдап салып отырғаны. Осы жолы қырғыздар қазақтың керуенін тонап, құлжа базарына айдаған малдарын тартып алып, маза бермей қойған. Ал қоқан бектері соңғы жылдары талас қала Ташкентке бауыр басып, иемдене бастаған. Осыны көріп біле отырып, қазақ ханы Абылай қалай әрекетсіз үндемей қалады. Биыл көктемде үйіктімен қолмен келіп, қырғыздарды да, қоқанды да тәубесіне келтірген. Бірақ Ташкент төңірегінде отырған құрама қазақта да, өзбекте де, қоқан бектерінде де бәтуа жоқ. Қиынды жиынды тобыр сен әскер бастап келгенде әкәләп, ағатайлап, қолыңды сүйіп, өліп қала жаздайды да, көзің тайса болды, сырт айналып шыға келеді. Енді міне сол сатқындардың Абылайға жазылмас дерт тапсырып жібергені мынау. Ажалына тура келген дерт болса, амал не? Тағдырдың ісіне көнбеске шара жоқ. Біреудің ажалы оқтан, біреудің ажалы оттан, тағы біреудің ажалы құтыға салған удан дегендей, қашанда бір өлім бары хақ.
өлім дегенің өмірмен егіз екен ғой. Сен шыр етіп жерге түскеннен бері қасыңнан екі елі қалмай еріп жүреді екен. Күні кеше жаужүрек батырлармен бірге қол бастап жүрген кезінде Абылайға бата алмаған ажал бұл әбден қажып шаршап, жалғыз қалған шақта жекелеп әкеліп жығатын болғаны ғой. Иә, қандауыз әккі бөрілер жылқының саяғын осылай үйірінен бөліп әкетіп, жекелеп апарып жығушы еді. Пенде ретінде бір есептен Абылайдың арманында жоқ. Жаугершілікте ата-анадан бірдей айырылып, панасыз жетім қалған Уәли Сұлтанның жалғыз тұяғы бұл күнде 300-дің ұлы ханы деген атаққа жетіпті. Қазақ баласы үшін бұдан асқан биік жоқ. 1731 жылы Атығай Қарауылға сұлтан, 1736 жылы Орта жүзге хан, 1771 жылы 300-ге ұлы хан болған екен. Солардың бәрін қосқанда 48 жыл тақта отырыпты. Тағды осы елдің қолпаш қолдауымен 12 ел алған екен. Сол 12 елден 30 ұл, 40 қыз дүниеге келіпті. Солардан тараған немере, шөбере, жиендердің өзі 200-ден асып кетсе керек. Солардың біразын Абылай түстеп танымайды да. Немерелерінен, «Хәй, сен қай ежеңнен тарағансың?» деп сұрап алып, содан соң ғана шырмыта бастайды екен. Демек, Абылай қазір бір өзінен 70 бұдақ шығарған алып бәйтерек тәрізді. Мұның өмірінің жалғасы сол ұрпақтарда. Бұл күнде күш қуаты кеміп, майшамдай жанып бітуге айналса, жұмсалған өмір нәрі ешқайда кеткен жоқ. Ұрпақтардың бойында жүр. Сонау Шыңғысханнан бастау алған асыл ұрық осылай жалғаса береді. Ана бір жылы Көкшетауда орыс елшісі Угримов дегенмен сөйлесіп отырып, Петрден келген Ресей тағына кілең әйелдердің Анна, Елизавета, Екатерина отырғаны қалай? Сонда патша өлетінен бірде-бір ұл тумаған ба? деп сұрағаны барды. Елші қарқылдап күлген. Дұрыс айтып отырсыз, хан ием. Бізде тақ мұрагері болып келгендер Романовтар өлеті ғой. Ұлы Петрдан кейін бұл әулетте еркек кіндік таусылды. Таққа амал жоқ. Сол әулетке ептеген қатысы бар әйелдер отырып бастады. Анна Ивановна, Петрдің етегі тиген некесіз әйелі. Патшайым Елизавета болса, сол Аннадан туған екі қыздың бірі. Ал қазіргі Екатерина патшамыз Петрдің жиен қызы, әлде бір неміс герцогына ұзатылған екен. Содан туған жиеншар. Бұл жағынан біздің патшалар 30 ұл бар сізбен жарыса алмайды. Бетін аулақ қылсын. Қазақ ордасы ондай зәруліктен аман қой. Өзге хан сұлтандарды қоспағанда 30 ұлдың үлкені Уәли Сұлтанның жасы 40-тың ішін арылап кетті. Қазір арқадағы орданы сол басқарып отыр. Түбі әкесінің орнын сол Уәли басатын шығар. Одан кейін Әділ, Тоғым, Шыңғыс, Рүстемдердің өзі әрқайсысы бір елдің тізгін ұстайтын дәрежеге жетіп қалды. Солардың бірі Әділ қазір ұлы жүз руларына сұлтан болып отыр. Өзі шаруақор, пысық. Ол былтырдан бері осы Арыс жағасына қорғаны биік қыстау салған. Басқа жұмысы бітіп, іші сыртын әктеуі ғана қалған болар. Күн суыта келе, Абылайдың сонда көшіп түсетін ойы бар. Көктемде Қарақалпақтан бірнеше түтін диқандарды көшіріп әкеліп, Арыс жағасына егін салдырған екен. Күзде сол егіннен мол өнім алып, қазір ауылдың дастарқанын ақ қалаш пен ақ бауырсаққа бөктіріп тастады. Төлеңгіттер ауылы хан шатырынан аулақ, өзен бойын жағалай, төменірек қонғанды. Жорыққа қатысқан өзге әскер тарағанда, хан күзетінде қалған 2000-дай сарбаз да сол төлеңгіттер маңында. Сол жақтан жылқының кісінегені, мал қайырған бақташылардың дауысы естіледі. Күн көтеріліп қалса керек. Шатыр іші самалдай жап-жарық. Кенет есік ашылып, ішке ханның екінші әйелі ақ сәуле кірді. Жасы 30-дың ішін енді аралаған сұлу тоқал өзімен бірге ерте келген қызметші әйелге хан жатқан төсекке тақау дөңгелек жозы қойғызып, өзі тегенедегі сәскелік қымызды сапыра бастады. Бүгін жағдайыңыз қалай, хан ием? деген көзділеу ғып қойған қасқырдың қымызын шараяқпен қос қолдай ұсынып жатып. Шүкір, бүгін кешегіден гөрі бір шама тәуірмін, деді. Бұл күнде еттен арылып, қатты жүдеген Абылай сіңірлі аяқ қолдарымен шараны ала беріп. Бұрын қызларай теуіп тұратын аққұба жүзі де қазір қан сөлсіз сұрланып шалынады. Қымыздан сіміре бір жұтты да, қос етек көйлек пен алтын зерлі камзолы, қардай аппақ кимешек шаршасы өзіне құп жарасқан әйелге сұқтана қарап, біраз отырды. Осыдан 17 жыл бұрын Түркістанға құрылтай өткізуге келгенде, Абылай қоңыраттармен жақсы тіл табысып,
жақындық, татулық белгісі ретінде жергілікті билердің ұйғаруымен осы Ақсәулеге үйленіп еді. Қазір 3 баланың анасы осындай жорық кезінде қол-аяғы жеңіл, тоқалды үнемі қасынан тастамай ертіп жүреді. Өйткені Ақсәуленің асы дәмді, қолы бапты. Ауырғаннан бері күніне бір уақ ханның арқасын, қол-аяғын уқалап, құрыс-тұрсын жасатын тағы бар. Жоғарғы хан қорғанының ішкі сылағы бітіп, саңғырап дайын тұр дейді. Алдағы апта сол жаққа көшетін көрінеміз, деді Ақсәуле жадырай үн қатып. Маңайындағы ас үйлері мен қамба қоймалары бітіп пе? Сызба жобасында ат қора, мал қоралар бар сияқты еді. Бәрі біткен. Мен кеше барып көріп келдім. Үй жылтатын пештері қандай, есік терезеге салған ою өрнектері қандай. Самарқаннан келген ұсталар бар өнерін аямапты. Абылай үндеген жоқ. Асықпай сүйеніп ішкен екі шары қымызға кәдімгідей бусанып, жадырап біраз жатты да, күтушісі Батталды шақырып, соның сүйемелдеуімен далаға шықты. Өзен бойындағы шілік талдың арасына барып, кеңіп қайтты. Қазір қарашаның ортасы ауғанмен, оңтүстік күзі әлде шуағын төгіп, тамылжып тұр. Бірақ бұл жылымық та қашанға созылар дейсің. Қар жауып, күн суытпай тұрғанда, әділдің қоражайына көшіп алған дұрыс шығар. Хан шатырынан 1 шақырымдай жерде арысты жағалай тігілген қалың киіз үй, басын буған күрке, абылайша қостар көрінеді. Оның бәрі күзет әскерлер мен төлеңгіттер тұрағы. Сонау бір тепсеңде бие бау, оның маңында үйіздеген жылқы көрінеді. Абылай өзіне жас кезінен етене таныс, бұл күнде елудің ішін аралап кеткен селдір сақал, жалпақ бет сарының иығына сүйеніп, үйге қарай бет алып. Бұл күтушінің қазақтар қойған кейінгі аты Баттал, шын аты Батошыр. Тегі ойрат. Абылай баяғыда жоңғар тұтқынынан мол олжа мен артынып-тартынып аттанғанда, қонтайжы қалдан серен, бұған ұзатылған қарындасы Томпыш сұлудың шаңырағына мінгізгенім деп, ер әйелі аралас бірнеше қызметші құлдарды қосып берген. Солардың ішінде жасы әлі 20-ға да толмаған балаң жігіт Батошырда бар еді. Кейін атын Батталды өзгертті. Өзі сияқты тұтқынға түскен қыздардың біріне үйленді. Басында бұлар Томпыш ханымның маңайынан ұзамай Қасым сұлтанның қызметінде жүруші еді. Кейін төлеңгіттер тобына қосылған екен. Одан Абылай өзіне күтуші етіп алған. Баттал сертке берік, антқа адал. Өзі мұсылмандықты қабылдаған екен. Ораза, намазын үзбейді. Баттал, осы сенің балаң нешеу? Алды ер жетейін деді ме? Деді Абылай үйге таяғанда. 7 балам бар хан ием, 5 ұл, 2 қыз. Ұл ұяда, қыз қияда. Бәрде мал түлекті болып, өз жолын тауып кетті. Оның жақсы екен. Адам өзі мың жасамайды, ұрпағымен мың жасайды дейді ғой дана халқымыз. Бала шағаңның болғаны жақсы, деді Абылай тілектес көңілімен. Бәрі сіздің арқаңыз ғой хан ием. Баяғыда Топыш ханыммен бірге осында келіп қалмағанда, Шүршіттің қылышына ілігіп, жоңғармен бірге жоқ болар ма едік. Кім білет, деді Баттал, сол тұрған жерінде Абылайдың қолын қайта-қайта сүйіп. Иә, солай болуы бек мүмкін еді. Жалпы қазақ еліне осы Баттал сияқты кірмелер көп ақ. Тұтқынға түскен ойраттар, олжаға түскен шешесімен бірге ере келген балалар, жазалаудан қашқан башқұрттар, әскерден қашқан татарлар, тіпті бой тазалап жүрген қашқын орыстар да бар. Көпшілігі осы елге сіңіп, қазақ болып кетті. Кейде олардың соңынан қуғын сұраушылар да келеді. Тұтқын қазақтармен айырбасқа түсетіндері де аз емес. Әйткенмен, Абылай көп жағдайда қашқын тұтқындарды бермей қалуға тырысады. Сөйтсе, мана көрші Ресейде сөйтеді екен. Орыстар мынадай заң шығарып қойыпты. Қашқынның соңынан 2 аптаға дейін қуғыншы келсе, еліне қайтарады. Ешкім келмесе, қашқынды шоқындырып, өз діндеріне енгізеді де, іс жаққа өткізіп жібереді екен. Қазір орыстар сондай кірмелердің есебімен қатты өсіп көбейіп отыр. 1740 жылғы санақта 7 миллионнан аспайтын орыс әулеті қазір 30 миллионға жетіпті. Ал қазақ өз шығынын кірмелердің есебімен толықтырса айып пе екен? Баттал өз қожасын төсегіне жатқызып, неше қабат жылы көрпемен қамтап, жауып кетті.